Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай жемістерден құймақты донер дайындайтын боламын. Осындай болып шығады. Жемістерден күшті дәмді құймақ. Оған керекті заттарым: банан, алма, мандарин, апельсин, қант, жұмыртқа, Қазақстан шоколады, Орео шоколады, сүт, ұн, шымшым, тұз, сұйық май. Жұмыртқамды осылай жарып алып, бәрін саламыз. 3 дана жұмыртқа. Кішкене араластырамыз қасықпен. Енді осыған қантымызды саламыз. Оны да әбден араластырамыз. Қантын ертіп әбден араластырамын. Менде жылы сүт, бір құттай шымшым, тұз салып жібердім. Жылы сүт құямыз. Араластыра отырып жылы сүтімізді құямыз. Әбден араластырамыз жылы сүт болғасын. Қантымыз, тұзымызды ерітіп. Енді осыған електен өтілген ұнымызды саламыз. Мен ұнды 2-ге бөліп салдым. Енді осыны араластырамыз ұнымызды әбден. Мен Қазақстан шоколадын осылай бөлшектерге бөліп ыдысымызға салып алдым. Осыған бір жарты кәседей сұйық май қостым. Әбден араластырамыз осыны. Қалған ұнымызды да електен өткізіп қостым. Әбден түйіршік қалмайтындай етіп, әбден араластырамыз. Түйіршік қалмау керек ұнымызда. Табамызды құттай майлап жіберіп, қыздырып аламыз. Оны мен ожаумен құйдым, әбден жан-жақтарына жеткіздім. Сіздерде блинни пісіретін тава болса, айналдырып құйып жіберуге болады. Енді екінші жағын пісіреміз, осылай айналдырып отырып. Менде қалың тава. Салып аламыз осылай етіп. Енді екіншісін құямыз осылай. Осындай кестіміздің көмегімен жан-жақтарына барлығына жеткізіп, жағып шығамын. Сіздерде тава болса, бір айналдырып шығуға болады.
екінші жаққа. Осындай қылдырып барлығын пісіріп аламыз. Екінші бетін аударамыз. Жан-жақтарын тегістеп жібереміз осылай етіп. Осындай етіп барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Екіншісі құйып пісіріп атқан. Екінші бетін аударыстырамыз. Осындай болып, жұмсақ болып, құймақтарымызды пісіп шығады. Дөнерлеріміздің бәрін пісіріп алдым. Енді оған керекті заттарымыздың барлығын турап аламыз. Мен мандариндерімді, бананымды аршып алдым. Енді осындай етіп мандаринімізді тураймыз. Арасындағы дәнектерін алып тастаймыз. Осындай етіп дәнегін алып отырамыз ішіндегі. Енді бананымызды тураймыз дөңгелетіп. Енді ортасынан екіге бөлеміз, төрт бұрышты қылдырып. Алмамызды да осылай етіп турап аламыз. Апельсинімізді де турап аламыз. Ерітілген анау мендегі Қазақстан шоколады. Енді алмамызды тураймыз осылай етіп. Арасының дәнектерін алып тастап отырамыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Әбден алмамызды да өстіп уақ емес, ұсақ емес, ірі емес, орташа қылдырып тураймыз. Жеуге ыңғайлы қылдырып. Апельсинімізді аршып, оны да турап аламыз.
Өздерің қалауларың бойынша әртүрлі де жемістерден жасауға болады. Енді менде мына Орео шоколады, оны да бөліп аламыз. Мына шоколадты құймағымыздың үстіне жағып аламыз. Әбден барлығын жан-жақтарына жеткізіп. Үстінен енді туралған бананымызды, алмамызды, апельсинімізді, мандаринімізді барлығын саламыз. Орео шоколадымызды да саламыз. Салмасаңыздар да болады, өз қалауларың бойынша. Осыны енді осылай етіп ораймыз. Донер қылып жасағандай етіп орап шығамыз. Осыны да осылай саламыз. Шоколадымызды жағып, бетіне алмамызды, мандаринімізді, бананымызды, апельсиніміз, алмамыз барлығын саламыз. Орео шоколадымызды да саламыз. Мына Орео шоколады салып атқан. Керемет болып шығады. Оны да осылай етіп ораймыз, дөңгелетіп. Донер орағандай етіп. Құймақтың өзінде жеуге болады, ештеңе салмай-ақ, өз қалауларыңыз бойынша. Арасын нығыздап орайсыздар, шашылып кетпеске. Міне мендегі дайын құймақты донер. Міне арасы осындай болып шығады. Керемет, жұмсақ, дәмді болып. Арасына салған салмаларым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнама күнделікті жаңа видеолар түсіп отырады. Сау болыңыздар, рахмет, ас болсын.